Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай тағам түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар мына жерде тұр. Жазып кетемін описанияға. Қызып тұрған табамызға май құйып аламыз. Қызып тұрған майға пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Бір қуырып алғаннан кейін капустамызды саламыз. Туралған капустамызды салып қуырамыз тағы да. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қызыл бұрышымыз бен жасыл бұрышымызды салып тағы араластырып крышкасын 15 минутқа жауып қоямыз. Мінекей достар, осылай қуырып болғаннан кейін үстіне томат пастасын салатын боламыз. Оны да жақсылап күйіп кетпейтіндей жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып, соғы шыққанша пісіреміз. Осының бәрін жақсылап араластырып болғаннан кейін 40 минут бұқтырамыз. 40 минутымыз өткеннен кейін тұзымызды саламыз. Бұрышымызды, қара бұрышымызды салып, тағы да араластырып, кішкене соевый соус құямыз. Соевый соус бір 2 қасықтай соус құясыздар. Одан кейін крышкасын жауып тағы бұқтырамыз. Бізге дәмін шығару үшін 2 зубчик чеснокты майдалап турап салып жібереміз. Одан кейін крышкасын жауып тағы да бұқтырып аламыз. 20 минуттан кейін крышкасын ашқаннан кейін 1 қасық крахмал мен 2 қасық ұнды араластырып салып жібереміз. Содан кейін 2 стакан суық су құямыз. Дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады, нежный подлив болып шығады. Гарнирді өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен гарнирға күріш жасадым. Әдемі болып, нежный болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге.